позабирать. Поджигайте, наверное, да? Көшелер мен аулалар теректің мамығымен қар түскендей жабылады, ал ол өз кезегінде өрттің ықтимал ошағы болып табылады. Мамандар қарапайым өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтау қажеттілігін ескертеді. Талаптар орындалмаған жағдайда соңы орны толмас қайғыға соқтыруы ықтимал дейді олар. Тұрғындары болса осындай рейдтік жұмыстардың пайдалы екенін айтады. Считаем, что это полезная вещь. Биыл терек мамығы өте көп, ол өте қауіпті деп ойлаймын. Әсіресе балалар мамықты жағып ойнайды. Бұл өте қауіпті, бір мезетте үлкен өрт шығуы мүмкін. Сондықтан аталмыш іс-шаралар тұрғындар үшін өте пайдалы деп ойлаймын. Төтенше жағдай департаменті мамандары балалар тек мамықтарын тұтандырып ойнауды жақсы көретінін, от жалынның ақ кілем үстімен тез таралатындығына қызыға қарайтынын айтады. Балалар ғана емес, ересектер де шылым немесе сіріңкені сөндірмеген күйде лақтырып, терек мамықтарының тұтануына себепші болады екен. Бүгін арнайы рейд өтілді теректің мамығы туралы Петропавл қаласында. Сонда айта кететінім, кішкентай балаларға және бүлдіршіндерге ойнамауға және сиреңке, темекінің ошақтары күрделі жағдайларға келіп соқтыруға мүмкін. Сондықтан ата-аналарға айтатыным, бүлдіршіндеріңізге, балаларыңызға айтыңызға сұраймын, өрт қауіпсіздігін сақтасын. Бұдан бөлек төтенше жағдай мамандары қалалық жағажайға барып, тұрғындарға су алаңдарында қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды. Айта кетсек, жыл басынан облыс аумағында 7 жасар бала мен 17 жасар жас өспірім абайсызда суға батып мерт болған. Судағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету, оқыс оқиғаларға жол бермеу мақсатында арнайы рейдтер жүргізіліп, тұрғындарға қауіпсіздік шаралары түсіндірілуде. Әйгерім Дүйсекина, Райымбек Беужаев, Первый Северный.